Hello, dear student. My name is Asyam. I am an English teacher. If you like my channel, please subscribe and share with your friends my channel. And write comments if you like and ask questions. I will answer. Let's do our lesson. Open your books, page 69, Unit 6, Entertainment and the Media. Сәлем құрметті 7-ші сынып оқушысы. Мен бүгінгі алғашқы сабағымды 7-ші сыныптың сабағын бастағалы отырмын. Бұғанға дейін мен 5-ші сыныптардың сабағын жасап жүрмін. Бүгін өтетініміз біздің writing and internet post жазылым. Бүгін біз интернет хабарламасы жайлы өтеміз. Бұнда мәтін берілген, блок берілген. Осы блокта астында төменгі жағында жаттығулар берілген. Осы жаттығуларға мен жауап беретін боламын. Мәтінді аударып беремін. Егер канал ұнайтын болса, құрметті 7-ші сынып оқушылары бөлісіп, өздерінің достарымен және де лайк қойып, комментарий жазып қойыңдар. Мен міндетті түрде жауап беремін. Сұрақтарым болса. Let's begin. Exercise number 1. I have translated Alba's blog. You should read and understand. Let's do exercise 2. Read Alba's description of the concert. Answer the questions. Екінші жаттығуда, бірінші жаттығуда түсінгендеріндей мен аударып қойдым. Бұны скринға түсіріп алып, сосын оқысаңдар болады. Екінші тапсырмада Альбаның концертқа берілген блогын оқы дейді. Answer the questions. Сұрақтарға жауап бер. Does Alba say where the concert took place? Альба концерт қайда болғанын айтты ма дейді? Yeah, айтты. Yes, she does. It was in a park near the city center. Yeah? Қаланың орталығындағы паркте болды. Қаланың орталығына жақын жерде орналасқан паркте болды. Does Alba describe the atmosphere? Атмосфераны, сол жердегі көңіл күйді жеткізді ме дейді, суреттеді ме дейді. Yes, she does. Yes, суреттеді. There was a great atmosphere with hundreds of young people dancing and enjoying themselves. Онда атмосфера өте тамаша болды. Жүздеген жас бала адамдар биледі және де өздерін рахаттанып, сол жерде жақсы көңіл күйде ұстады дейді. Does Alba describe the stage? Сахнаны суреттеді ма? There was lots of bands. Көптеген онда сахнаны суреттеді, көптеген группалар келді. Does Alba say who played and give information about the bands? Информация, ақпарат берді ма дейді сол группалар жайлы. Yes, the Hurricane from Manchester was the best. Манчестердан келген ураган тобы керемет болды. Бұның барлығы балалар, құрметті оқушылар, жаңағы тапсырманың ішінде аударып қойдым ғой, соның ішінде бар. They played a mixture of styles. The first song was a folk and blues. The last one sounded more reggae and rock. Ол Манчестерден келген ураган тобы ең күштісі болды. Олар түрлі стильді ойнады. Біріншісі дәстүрлі және блюз болса, ең соңғылары регги және рокқа ұқсас болды дейді. Бесінші, does Alba say what she had to eat or drink at the concert? Альба концертте не ішіп, не жегенін айтты ма дейді. No, she doesn't say. Айтқан жоқ. Алтыда, does she give her opinion? Өзінің ойын жеткізді ме дейді. Yes, she does. About Jenny Smith жайлы айтты. Has a really amazing voice. Тамаша дауысы болды. The guitarists and the drummer played together really well. Гитаристер мен барабаншылар бірігіп өте жақсы ойнады деген өзінің ойын жеткізді. Does Alba make a recommendation? Рекомендация берді ма дейді. Yes, she does. Әрине берді. She recommended if you get the chance to see them, go for it. Егер сенде осы концертке шанс болатын болса, сен оған бар деп рекомендация беріп отыр. Does Alba say how much it cost? Ол қанша тұратынын айтты ма? Yes, she does. It was free. Тегін концерт болды. Let's do exercise 4.
жасамас бұрын useful language-ға назар аударып кетейік. бұл жерде avoiding repetition деп тұр, қайталаудан қашу дейді, иә. Бұнда ағылшын тілінде once деген бар. One деген жекеше түрде singular, once деген плуралда айтылады, көпше түрде зат есімді есімдіктерді зат есімді қайталамас үшін ағылшын тілінде once деп айта беруге болады. Ол үшін біз етістікке міндетті түрде назар аударамыз. Етістігіміз бізде болса, мысалы көпше түрде болса once деп қоямыз. Егер жекеше түрде is болатын болса, онда one деп қоюға болады. Сондықтан 4-ші жаттығуда жасап қойдым. 3-ші жаттығуды жасамадым. Look at the useful language box дейді. Қара, what kind of words do you want? 3-ші жаттығуда айтады, one дегенді қай кезде қолданамыз, once дегенді қай кезде қолданамыз дептір. One деген ол жекеше түрде қолданамыз, ал once көпше түрде. One деп айтатын болсақ, біз is деп қолданамыз, етістігімізді once болса деп қолданамыз. Немесе өткен шақта да мысалы were болса көпше түр, once болса were, was болса one болады деген секілді. Негізгі қазір көреміз. 4-ші жаттығуды жасайық. 4-ші жаттығуда біріншісінде once болады, ол үлгіде тұр. Екіншісінде one болады, себебі place деп тұр. The tall one plays the drum. Жекеше түрде тұр бұл жерде, сондықтан one. 3-ші they sang 2 songs. Олар 2 ән айтты. Which ones did you like? Олардың қайсысы саған ұнады дейді. Once. 4-ші I've seen them in the concert twice. Мен оларды 2 рет көрдім дейді концертте. The last one was in the park last summer. Оның соңғысы өткен жазда паркте болды дейді, one болады. 5-ші I like all their songs, but the earlier ones are great to dance. Мен олардың өлеңдері ұнайды маған, бірақ та ең алғашқылары дейді, билегенге өте жақсы дейді. Once болды, өйткені деп тұр. 6-шыдан David has got 3 guitars. Дэвидтің 3 гитарасы бар. A red one, қызыл, біреуі қызыл, and 2 black ones, 2 қарасы бар деген сияқты ғой. Енді exercise 5, you should plan a blog post about a concert you've been to. Use exercise 2 to help you decide what order to put them. 5-ші тапсырмада жаңағы мәтін секілді сенде блог жаса дейді, концертке барғандығын жайлы. План жаса дейді, план. Мен жазып қойдым, the concert took place, концерттің болған жері, оның атмосферасы деп жаздым. Сосын сахнанын описывать еттім. Одан кейін 4-ші концерт жайлы өзімнің ойым және рекомендация. 5-ші. Енді 6-шы тапсырма, енді осыған қарап жаз дейді. Жазып қойдым мен концерт жайлы. Бұның барлығын оқып, жарайды оқып берейін. Барлығын. I was in a concert a month ago. Bir ay бұрын мен концертте болдым. It costs 5,000 теңге. Ол 5,000 теңге тұрды. It took place in our concert hall. Ол біздің концерттің залда өтті. The atmosphere was fantastic. Атмосфера фантастикалық болды. There were several bands like Mozart жігіттер and the Cashew. Онда көптеген группалар болды. Mozart жігіттер және Cashew. I liked the most. Жігіттер, маған көбінесе жігіттер группасы ұнады. They have got great voices and the songs were very beautiful. Олардың дауыстары өте тамаша және әндері де өте әдемі болды. The stage was decorated the most beautiful by organization. Сахнада керемет безендірілген ұйымдастырулар бойынша жақсы безендірілді. Hundreds of young people were dancing and enjoyed. Жүздеген адамдар биледі және рахаттанды. Concert was exciting. I like it. Концерт өте әсерлі өтті, маған қатты ұнады. If that concert will be in your town, go for it. Егер осы концерт сенің қалаңа баратын болса, оған бар деп рекомендация бердім. Соңғысы 7-ші тапсырма, check, тексер. Can you say yes to this question? Сен осы сұрақтарға yes деп жауап бере аласың ба дейді. Is the information from the listening exercise in your writing? 2-ші тапсырмадағы ақпараттар сенің жазылымына бар ма дейді. Жаңағы 6-шы тапсырмада жаздық қой. Бар.
оны қосып ішіне кіргізіп жаздық. Have you avoided using repetition? Сен жаңағы repetition деген қайталау дегеніміз жаңағы once дегенді пайдаландың ба дейді осы жазылымда. No, жоқ, мен өкінішке орай пайдаланбадым бұны. Осы құрметті оқушы, егер менің каналым ұнайтын болса, бөлісіп, подписация етіп жазылып кетіңдер. Қош сау болыңдар.